Ассалаумағалейкум, бұл Америкадағы жігіт арнама қош келдіңіздер. Қазір мына Америкада айтып ем, сіздерге нан мәселесі өте қиын. Некен жоқ, нан мәселесі қиын болғанда қымбат нан, одан кейін жақсы нан қымбат болады, ал арзан нандар өте андай дәмі жаман, жақсы емес, нашар. Өзіңіз үйде аштыққымен жасайтын болсаңыз нан ол арзан түседі, бірақ біз аштыққа жемейміз, себебі аштыққа бір жаман аты жаман ауруға алып барады. Сол себептен аштыққа жемей жүрміз. Сөйтіп сондай нан жасап көріп бір талай рет қолымыздан келмеді. Енді қазір айран жасап, айран содамен қосып, сондай нанды жасап үйрендік үйде. Сол нанның түрін көріңіздер, өте жақсы. Айранды қалай жасап, айран сатылмайды мына жақта, біздің қазақша өзіміздің айранымызда. Сол себептен мына жақта йогурт сатылады, соған айранға ұқсайды сәл қою, соны алып сүтке қосып, сол сүттен айран жасап, сөйтіп сол қоспалардан жаңағыдай әп-әдемі тап-таза нан жасап, қолымыздан сондай нан жасау келді. Сол үйіңізде де сонда бір жақсы нан жасаңыздар, денсаулықтарыңызға қараңыздар, аман болыңыздар, арнамда қалыңыздар. Сау саламат болыңыздар. Мынау жаңағы айранға ұқсайтын, қаттыққа ұқсайтын бір зат. Мына сүт, осы сүттен айран жасаймыз. Мына аштықысы жоқ нанды жасап көрді үйдегі жолдасым. Айранмен жаңағы сода қосылған, әжептәуір жақсы көтерілді. Қазір дәмін көреміз. Құдайға шүкір, әйтпесе мына жақта нан өте қымбат, 12 талы. Осындай, мысалы үшін, осындайдан 12 талы $6 тұрады.